Жамбыл облысының 85 жылдығына орай Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті, Қазақстан Компартиясы орталық комитеті мен Қазақ ССР жоғары кеңесінің 1967 жылғы 13 мамырда октябрьдің 50 жылдығы атындағы Жамбыл педагогикалық институты атауымен құрылды. 1996 жылы жоғары оқу орны оңтайландыруға байланысты Жамбыл педагогикалық институтына Жамбыл университеті статусы берілді. Жоғарғы оқу орнына қойылатын барлық талаптарға сай келетін Жамбыл университетін негізге ала отырып, 1998 жылы 3 жоғарғы оқу орнының бірігуі нәтижесінде Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті құрылды. 2004 жылдың сәуірінде Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің бұйрығына сәйкес Тараз мемлекеттік педагогикалық институты болып қайта құрылды. Білім сапасын бағалаудың Қазақстандық тәуелсіз агенттігінің қорытындысы бойынша Тараз мемлекеттік педагогикалық институты 2012 жылғы еліміздегі ең үздік 4 педагогикалық жоғарғы оқу орындарының қатарына енді. 2020 жылы Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті мен Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті бірігіп, Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті құрылды. Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті республикамыздағы ең ірі жоғарғы оқу орындарының бірі. Университет 103 мамандық бойынша бакалавриат, 69 мамандық бойынша магистратура және де 20 мамандық бойынша PhD докторантура мамандарын дайындайды.